Kurt var mı? Domalak 30 tenge. Domalak 50 tenge. Sihirdeki. Matüyerikimin 1200 tenge. Bu Suzak'ın uzun kurtu var. Үйдің kurtu дейсіз ba? Özümün mallarımın kurtu. Özümün mallarımın kurtu. Өзіңіз сауасыз ба? Özümün Suzak'ın özüm mallarımın kurtu. Әлі Құдайға шүкір. Қымыз қымыранды көп жүрім қоймын. Содан кейінгі жерде мені кетіп көмін Құдайға шүкір. Өз аяғымда жүремін. Мен 96-дамын бала. Жасыңыз 96-да ма? 100-ден асыңыз апа? Sen de мен жасыма келемін. Бақытсыз ба? Бақытсыз ба? Бақыттымын деп есептеймін, өйткені ұлдарым, қыздарым, бәрі нормальный семьялары, бала шағалары, неберелерім, шөберелерім, шөпшектерім, неменем де бар Құдайға шүкір. Кредит бар ма сізде? Жоқ. Мен кредит алмайын барам. Мен 96-дамын. Мен бүгін бә, түнде ма, азандана отправка болсам жаны яққа. Оны кім төлейді? Өзін құсағандар бала шағасын асырап, өздерін өздері епте басында мен қаржамаймын. Маған болмайды алуға. Кеп қалдым ғой енді. Содан кейін мен неге қарыз алуым керек? Жоқ. Алмайын. Қарзым Құдайдан жан қарызбын. Ол хақ. Алладан жан қарызбын. Адамзаттан қарыз емеспін. Сізге алдыңғы жылы бір жас жігіт продукт әперіпті ғой? Иә. Красавчик жігіті солы? Әдемі жігіт, иә. Мен бетіні әдемілігін айтпаймын, жүрегіні, адалдығыны, ол адамгершілігіні, әдемілігін айтамын. Апа, көп жасайыңыз апа. Алла қаласа. Немере, шөбере, шөпшек. Короче, неменеге шейін жетіңіз апа. Аман есен. Апа, мен бақыттымын. Иә, бақыттысың. Өйткені жатсың, күн бар, заман тегіз, соғыс анау мынау жоқ, қарның тоқ, әке-шешең бар, үйленгенсің, енді үйленесің. Енді әлі бақыт жан жоқ, бақыттың 30 жан жоқ, саған енді бар. Енді біз ұсап тартайып, ертең не деймін екен, тарықпайын ба екен, зарықпайын ба екен демейсің. Мен жақсы көресіз ба апа, немереңіз ретінде? Иә. Апа? Шөбері ретінде жақсы көресіз. Шөберелерім ретінде жақсы көресіз. Атың кім өзі? Мен атым Самат. Со баласың ғой, Самат. Қай бала? Маған подарки берген баласың ғой, Жоқ апа. Ол емес? Ол емес. Самат бір ескенім бар. Бір маған бір көмектескен жер бар, Самат деді. Көмектесіп еді Самат сізге? Сөйтіп мен жаңағы әр намаз оқығанда, азанды кешкеде Алладан сұрап, маған ол көмек берді. Оғанда Алла көмек берсін. Маған жеңілдік жасады, оғанды жасасын деп бір Алладан сұраймын. Енді бұл дүнияда бәр нәрсе қарыз. Ол беріп тұрса мен үндемей десем болмайды. Анаяққа барғанда отправка болғанда мен жауап беремін. Сосын әр нәрсенің сауабы бар, әр нәрсенің несі. Апа, мына қаражат. Сізге апа. Көп қой бұның. Көп апа, мен давайте 2 құрт алайын. 2 құрт алайын. Мынау қаражат сізге. Көп сөзің ғой балам. Көп емес апа. Бір-бірімізге қарыз емеспіз. Ана дүниеде жауап бермеймін ба? Мен арғы дүниеде жауап бермеймін ба апа? Сен неге жауап бересің? Болды апа, бір-біріміз жауап бермейміз. Алла оңғасын, Құдай қолдасын, пайғамбарлар пана болсын, сахабалар сақтап жүрсін. Мен құсап 96-ға келген. Небере көбірі көптіктер көріп, өсілерін көбесін жақсы болады. Аумин апа. Апа қараңызшы, мен әдемін ба? Әдемін ба? Иә. Үсті басын киім кешек, сөзіңнің өзі әдемі. Не көркі өзің бетіңнің әдемілігі емес, сен өзіңнің мынау адам үлкенге істеген мынандай қаражаттарың, жақсылықтарың, көмектерің,
Ondan keyin mana жылы сөздеріңнің өзі әдемі ма? Senin betine qaramaydı. Betinde әдемі, бірақ жүрегің, Duşa adem bu. ішкі дүнияң әдемі бала. Рахмет апа. Бақытты Рахмет. болыңыз. Рахмет. Аллах тағала сізге береке берсін. Рахмет. Мен жасыма келе бер 96-ға балам. Құдай қаласа апа. Evet. Аллах береке берсін. Рахмет. Ауырмаңыз. Рахмет. Жақсы. Қош болыңыз апа. Кім ойлаған, бұлай деп кім ойлаған?